Баршаңызға сәлем. Әдеттегідей мен Жансая, сіздермен компот жабу әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да банк жабу әдістерімен бөлісетін боламын. Алдымен шиемізді 2-3 қайтара жуып аламыз. Мен уже 3-ші рет жуып жатырмын. Суым тап-таза болып тұр. Өрікті де дәл солай 2-3 қайтара жуамыз. Мынау менде 1-ші рет жуып жатқан суым, қараңыздар, мусоры өте көп. Және суымыз да таза емес. Мынандай талдары шығады. Тағы 2-3 рет жуып жібереміз. Содан соң банкымызды осындай су буында стерилизейміз, яғни микробтарды өлтіреміз. Осылай банкымызды төңкеріп 2 минуттай ұстаймыз. Бұл кету керек, осындай болып шығады. Енді өрігіміз бен шиемізді банкілерге салып шығамыз. Мен көз мөлшермен салдым. Егер сіздер көз мөлшермен сала алмасаңыздар, описанияға мен граммдарын жазып шығам. Сол бойынша салсаңыздар болады. Менде 2 литрліктен 10 банкі шықты, яғни 20 литр компот шығады. Енді келесі шиемізді салып шығамыз. Оны да көз мөлшермен салдым. Оның да граммдарын жазып қоятын боламын. Өрігіміз бен шиемізді банкілерге салмай жатып, кастрөлкеге су құйып, қайнатып қоямыз. Міне біз салып болдық. Енді жаңағы қайнаған суымызды толтырып, аузына шыққанша құямыз. Крышкасында қайнап тұрған суға алдын ала салып қоямыз. Мен алдын ала салып қойдым. Қайнатпаймыз, тек қайнаған суға саламыз. Барлығына құйып болдық. Енді крышкасын жабамыз. Крышкасын жапқаннан соң жарты сағат тұруы керек. Жарты сағатымыз өтті. Сіздер осындай ыңғайлы крышка алып алыңыздар суын төккенге. Біз суын 2 қайтара қайнатып аламыз. Міне осылай жауып, суын төгеміз. Сол төккен суымызды қайтадан газге қойып қайнатамыз. Оған дейін құм шекерін салып аламыз. 2 литрлік банкіге 2 кесе, яғни пиала дейді кейбіреулер, 2 пиала шекер қосамыз. Содан соң жаңағы 2-ші рет қайнаған суымызды қайтадан аузына дейін құйып шығамыз. Міне құйдық, енді закрывашкамен кәдімгідей өзіңіздің үйреніп қалған әдісіңізбен жауа бересіз. Мен 2 рет жаптым. Мынау 2-ші жапқаным. Сенімді болу үшін 2 рет жабамын. Жауып болдым. Банкыны осылай айналдырып, аузын қолымыздың көмегімен көреміз. Су аққан, ақпағанын біліп аламыз. Енді төңкеріп, 1 күнге қойып қоямыз. Міне бізде 1 күн тұрды. Түсі өте әдемі болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.